Адам шығаратын парниктік газдар шығарындылары климаттың өзгеруіне себеп болып табылады. Оның ішінде парниктік газдардың әлемдік шығарындыларының шамамен 0,66% Қазақстанға тиесілі. Әлемдік қоғамдастық көмірді, мұнайды, газды жағудың және қызметтің басқа түрлерінен парниктік газдар шығарындыларын қысқартуды өзінің жалпы мақсаты деп анықтады. Бұл ғаламдық жылынуды, климаттық қапаттарды азайтуға және ғаламшардағы климатты едәуір нашарлатпауға мүмкіндік береді. 2030 жылы еліміз бойынша парниктік газдар шығарындылары 320 миллион тоннадан аспауы тиіс. Бұл Қазақстанның жақын арадағы климаттық мақсаты. Бұл климаттық мақсат одан да жоғары болуы мүмкін. Бұл жағдайда парниктік газдар шығарындыларын 2030 жылы 295 миллион тоннаға дейін қысқарту қажет болады. Үкімет халықаралық көмекке байланысты неғұрлым жоғары мақсатты қабылдау мүмкіндігін көздейді. Климаттық мақсат жаңартылатын энергия көздері бойынша нысаналы көрсеткішті де қамтиды. 2030 жылға қарай олар электроэнергиясының кемінде 15%-ын өндіруге тиіс. Әлемнің көптеген елдері осы ғасырдың ортасына қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізуін ұзақ мерзімді климаттық мақсат ретінде айқындады. Қазақстан осы мақсатқа қол жеткізуді 2060 жылға қарай жоспарлап отыр. Бұл парниктік газдар шығарындылары мүлдем болмайды дегенді білдірмейді. Қалған 45,2 миллион тонна жер пайдалануды жақсарту және ормандар алаңын ұлғайту есебінен сіңіріледі деп жоспарланған. Қазақстанның климаттық саясатын, климаттық әрекеттерімізді және Қазақстанның осы салада не істеп жатқанын талқылайтын келесі бейнелерімізді күтіңіз.